Ассаламағалейкум, құрметті көрермендер. Біз қазір мінекей қасиетті Арыстан баб кесенесінің қасында тұрмыз. Арыстан баб әулие жатқан жері осы жер екен. Артымызда қарап отырсаңыздар, Арыстан баб деген кім? Сол жайлы әңгіме жасайық. Арыстан баб әулие есімі Отырар, Сайрам, Ясы өңіріндегі сопылардың рухани ұстазы ретінде кеңінен жайылған. Арыстан баб ғаламдық діндердің бірі, исламды түрк әлеміне танытушы, таратушы. Арыстан бабтың Қожа Ахметтің ұстазы бірі болғандығы жөнінде аңыз әңгімелер де бар. Оның бірінде Ясауидің басын кесене орнатпақ болған Әмір Темірге әуелі Ясауидің ұстазы болған Арыстан бабқа кесене тұрғызудың керек деген аяны берілгені. Арыстан баб Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам елшісі болған. Бір күні Мұхаммед пайғамбар өзінің шәкірттерімен құрма жеп отырған еді. Бір құрма қайта-қайта ыдыстан құлай беріп, пайғамбар ішкі дауысты естіді. Бұл құрма сізден кейін 400 жыл алдағы уақытта туылатын мұсылман бала Ахметке арналған. Сонда пайғамбар шәкірттері ішінен бұл құрманы кім иесіне жеткізетінін сұрайды. Ешкім сұранған жоқ. Пайғамбар сұрақты қайта қойғаннан кейін Арыстан баб былай дейді: егер сіз Алла Тағаладан 400 жыл сұрап берсеңіз, мен бұл құрманы иесіне жеткіземін. Содан Арыстан баб Қожа Ахмет Ясауидің ұстазы болып құрманы жеткізеді. Қазіргі кезде Арыстан баб мазары үстінде 30-13 метр аумағы бар кесене тұр. Тарихи деректер бойынша 12-18 ғасырларда кесене бірнеше рет қайта салынып, қайта жаңартылды. Қожа Ахмет Ясауи ұлы әулие және діни көріпкел 1103 жылы туылып, 1166 жылы қайтыс болған. Тағы бір аңыз бойынша Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 63 жасында дүниеден өтіпті. Дүние саларында халықты жинап, кім менің аманатымды алып, ісімді әрі жалғар екен деген өтінішіне 300 жастағы Арыстан баб, оны Салман Фарс дейді, үн қатады. Ол сол кезге дейін 30 түрлі дінді білген, бірақ тек исламға мойынсұнған адам екен. Арыстан бабтың келісімін алған Мұхаммед Алланың қалауымен аманатын Арыстан бабқа береді. Содан 500 жыл өткен соң далада келе жатқан Арыстан бабқа 11 жасар бала: ата, аманатымды беріңіз дейді. Сол бала Қожа Ахмет Ясауи екен. Сопылық ілімнің аса көрнекті өкілдерінің бірі Бақырғани баптардың бабы Хорасанда, сансыз баптар Үндістанда, баптар басы Баба Арслан деп жырлаған. Қазақ бақсылары да Түркістанда Түмен баб, сіздерден медет тілеймін. Сайрамдағы сансыз баб, Отырардағы 30 баб, ең үлкені Арыстан баб, сіздерден медет тілеймін деп әулиелерден демеу сұраған.